Саламатсыз ба? Мен жалпы медицина факультетінің 302 А группа студенті Абдулла Қызманжық. Бүгінгі біздің тәжірибелік дағдымыздың тақырыбы көзге дәрілік зат тамызу болып табылады. Көзге дәрілік затты қандай жағдайда тамызамыз? Емдік мақсатында және көзге инфекция түскенде ластанған жағдайларда тамызамыз. Бізге қандай құрал-жабдықтар қажет? Көзге тамызатын дәрілік зат, пипетка стерилді, пинцет стерилді, және мақта тампондары, лоток және қалдықтар тастауға арналған Б классы қажет. Ең бірінші, көзге дәрілік зат тамызбас бұрын біздің қолымызда өңделген болу қажет және стерилді перчатка киюіміз қажет. Және көздікке дәрілік затымыз жылы, яғни 35-37 температуралық жылулықта болуы қажет. Ең бірінші, пациенттің жатуын немесе отыруын сұраймыз. Одан кейін пациенттің басын шалқайтуын сұраймыз. Одан кейін бірінші дәрілік затты пипеткаге жинап алуымыз қажет. Пипетканы бастысы вертикальды қалыпта ұстауымыз қажет. Жинап алдық. Одан кейін мақта тампонды алып, пациенттің төменгі қабығын төменге қарай түсіреміз. Көзінің шалқайтуын жоғары қарай қаратуын сұраймыз. Одан кейін пипетканы көзден 1-1,5 см ары қашықтықта ұстап, дәрілік затымызды тамызамыз. Одан кейін пациенттің көзін жұмып, көзін айналдыруын сұраймыз. Көзіңізді жұмыңыз. Одан кейін қалдық тамшыларды мақта тампонмен сүртіп, қалдықтарды тастауға арналған Б классына тастаймыз.